Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда 5-те 1-ші есеп, 7-ші сынып алгебра Атамұра баспасы екі өрнектің қосындысының немесе айырмасының квадраты тақырыбындағы ең алғашқы А тобындағы есеп. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, каналға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Төмендегі сілтемеде плейлисттің сілтемесі бар, соны өздеріңіз сақтап қойыңыздар. Барлық есептер осы кітап бойынша сол жерде болатын болады. Сонымен бастайық. 5-те 1-ші есеп. Ең алдымен формуласын жазып қояйық біз қолданатын. Яғни былай жазып қоямыз. А қосылған Б-нің квадраты дегеніміз бұл А квадрат қосылған 2АБ қосылған Б квадратты береді, балалар. Жаттап алыңыздар. Егерде минус болатын болса, А минус Б, онда мына жерде ғана минус болады, болды. Сондай ғана айырмашылық. Енді біріншісіне қараңыздар, m плюс 4-тің квадраты. Формуланы былай жаттауға болады. Яғни m-нің квадратын және 4-тің квадратын екі жағына жазып қоямыз. Міне берілген m мен 4-ті. Екі жаққа екеуінің квадраттарын жазып қоямыз. Сосын m-ді және 4-ті бір-біріне көбейтеміз ортасына. И мына формуладағы 2-ні көбейтеміз обязательно, мінекей. Все. Екі жағына плюс болып қоямыз, егер ана жерде плюс болса. Енді жаза саламыз, m-нің квадраты қосылған мына жерге 4-ке 2-ні көбейтсе 8m болады. И қосылған 4-тің квадратын 16 деп жазып қоямыз. Болды. Тағы да мына c минус b-нің квадраты. c-нің квадратын, сосын b-нің квадратын екі жағға жазып қоямыз. c мен b-ні ортасына көбейтіп қоямыз да, формуладағы 2 бар. Егерде ортасына минус болатын болса, онда мына жерде минус, ал мына жерде плюс болды. Мына жерде сонда x-тің квадраты қосылған 2xy қосылған y-тің квадраты. P-нің квадраты минус 2pq қосылған q-дің квадраты. А-ның квадраты минус 2 көбейтілген А көбейтілген 3 дейміз да. Сосын 3-тің квадратын жазып қоямыз. Мына 3 пен 2-ні көбейтсе 6 болады ғой. Сонда А-ның квадраты минус 6а қосылған 9. Мынаны бірден жазуға тырысамын, қараңыздар. Б-нің квадраты қосылған 2 еселенген Б көбейтілген 4, яғни 8Б болады. И 4-тің квадраты 16. Мына жерде 2х-тің квадратын балалар былай жазып қойып жүрмеңіздер. Қате болады. Жақшамен жазу керек. 2х-тің квадраты формуладағы 2, мынау 2х, мынау y-тің өзі. Қосылған y-тің квадраты. Сонда жақшаны ашатын болсақ 4х-тің квадраты минус 4xy қосылған y-тің квадраты болады. Енді минус 2 минус а дегенді қалай орындасақ болады? Бұл жерде минусы жақшаның сыртына шығарып жіберіп, 2 плюс а деп осының квадраты деп жазсақ болады. Сонда біз білеміз, минус санның квадраты әрқашанда плюс санды береді. Сондықтан біз просто 2 қосылған а-ның квадраты деп жазамыз. 4 қосылған 4а қосылған а-ның квадраты. Мына жерде 8-ші есеп сонда ерекше есеп екен. Екеуде минус болып қалды. Сол кезде осылай жасасаңыздар болады. Минусы жақшаның сыртына шығарып жүресіздер. И мына квадрат ол минусты жояды. 2 плюс а-ның квадратын өзін жаза бересіздер. Келесі кезекте 2-ден 1-дің квадраты қосылған 2 көбейтілген 2-ден 1 көбейтілген b қосылған b-нің квадраты. Сонда бұл жерде 4-ден 1. И мына 2 мен 2 қысқаратты жай ғана b қалады. И қосылған b-нің квадраты. Келесі кезекте 0,9 минус 0,6 y қосылған y квадратты бірден жауабын жаза салайын. Ол жерде түсінікті болған шығар деген ойдамын. Мінеке балалар, бүгінгі видеомыз осы. Түсінікті болса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, міндетті түрде каналға жазылыңыздар. Осылай қалған есептерді жалғастыру керек пе? Соны комментарийға міндетті жаза кетіңіздер. Егерде актив көп болса, қолдауларыңыз көп болса сіздердің тараптарыңызға, мен ары қарай жалғастыратын боламын. Сіздермен болған Заңғарағай, келесі кездескенше.